Білетін бар ма? Әдебиет ардың іші деген аузы дуалы ағаларымыздан қалған сөз бар. Осы ардың ішін аласартпай биіктетіп, бүкіл саналы ғұмырын мынау адам тәрбиесіне, бала тәрбиесіне, ұрпақ тәрбиесіне арнап, мынау ұстаздықпен бірге қаламгерлікті де қатар алып, қайраткер болып, халқына үлкен қызмет етіп жүрген бүгінгі мына Сәбетхан Рапашев ағамыздың 70 жасқа толған мерейтойы құтты болсын дей келе, маған мынау табыс етілген үлкен құттықтаулар бар еді. Солармен сіздерді таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасы парламентінің сенаты Қасым-Жомарт Тоқаевтан келген құттықтау. Құрметті Сәбетхан Ғаббасұлы, сіздің өміріңіздегі және отбасыңыздағы айтулы қуаныш 70 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Дана халқымыздың бірінші байлық, денсаулық дейтін тағылымын өміріңіздің қағидасына айландырып, ұзақ жылдар бойы білікті дәрігерлік қызмет атқарумен қатар денсаулық сақтау саласын дамытуға арналған бірнеше ғылыми еңбектеріңіз еліміздің рухани қазынасынан лайықты орын алғаны сөзсіз. Адам жанының арашашысы бола жүріп, қасиетті сөз өнері, көркем және публицистикалық әдебиет сіздің өмірлік серігіңізге айналғаны көпшілікке кеңінен мәлім. Мәскеудің мәртебелі Горький атындағы әдебиет институтының жанындағы жоғары курсты табыс аяқтаған соң, қарымды қаламгерлік талантыңыз жаңа қырынан биік белестен көрінгенін білеміз. Қыран, қия, өскен, ұя және басқа да танымал шығармаларыңыз қалың оқырман қауымның жүрегінен жол тапты. Елге сіңірген еңбегіңіз лайықты бағаланып, КСР денсаулық сақтау үздігі, сондай-ақ бірнеше медальдардың иегері, Зайсан ауданының құрметті азаматы атағына ие болдыңыз. Жеті белеске көтерілген мерейтойыңызда сізге мықты денсаулық, шалқар шабыт, отбасыңызға бақ-береке, және барша игіліктерді тілеймін. Ізгі ниетпен Қасым-Жомарт Тоқаев. Дәл осындай құттықтау Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтен де келген. Бұны түгел оқып жатпай-ақ қояйын, бірақ мынандай бір жылы жүректен шыққан сөздерін атап өту лайық қой деп ойлаймын. Құрметті Сәбетхан Ғаббасұлы, сізді 70 жасқа келген мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтай отырып, өзіңізге деген ықылас ниетімізді, қуанышқа ортақ ақ дегімізді жеткіземін. Сіз бүгінде еліміздің абзал да қайраткер азаматтарының бірі ретінде баршаға танымалсыз. Сіздің 8 қырлы бір сырлы жазушы, дәрігер, фантаст, драматург, медицина және педагогика ғылымдарының докторы, профессор, белгілі қоғам қайраткер ретінде дарынды тұлғаңыз қашанда биіктен көрініп келеді. Өміріңіз мағыналы, еңбек жолыңызда әрқашанда абырой беделіңізбен халқымыздың ризашылығына бөлендіңіз дей келе, сізге халқыңыз әл талай сізден шығармашылық шабыттар мен табыстар күтеді. Құрметпен Мұхтар Құл-Мұхаммед дейді. Мынау біздің Қазақстан Жазушылар одағы төрағасы Нұрлан Оразалиннің барша қаламгерлер атынан жазған құттықтауы. Бұнда да жақсы сөздер жазылған, жылы жүректен, ақ ниеттен шыққан. Осы жерден мынау қаламыңыздан туған қыран, қия, ана жүрегі, өскен ұя, серпер, парif, нәзік сезім, кәусәр, мейірім, қандауыр, ізгілік әліппесі, халықтық педагогика негіздері, көңіл құсы сияқты кітаптарыңыз бен монографияларыңыз ел игілігіне айналып отыр дейді. Бүгінгі күнде Қонаев атындағы және Демирел атындағы университеттер мен Нұр Мүбәрак Ислам университетінде ұстаздық қызмет атқарып, жас ұрпақты білім нәріне сусындатып, олардың ұлтжанды азамат болып қалыптасуына өз үлесіңізді қосып келесіз деген құттықтау. Дәл осындай құттықтау
Ақтөбе облысының әкімі Елеусін Сағындықовтан келіп отыр. Сіз жұртшылыққа тәуелсіз республикамыздың өсіп өркендеуіне, ұлттық батыс бөлімін ашуға белсене қатысып, зор үлес қосқан ғалым ретінде белгілісіз дейді. Осындай шығармашылықтарын тағы да атап өткен екен. Міне, құрметті әдебиетшілер қауым, бүгін міне жан-жақтан республикамыздың түкпір-түкпірінен Сәбетхан Ғаббасовтың атына осындай жылы құттықтаулар келіп жатыр. Олай болса, мына Жазушылар одағының шапанын иығына жауып, ағамызға тойымыз тойға ұласын, деніңіз сау болсын, шығармашылық табыстарға биіктерден көріне беріңіз.